макияждын аты Smoky Eyes. Бірақ та жеңіл түрін көрсетсем, одан кейін вечерний макияжға жасататын Smoky Eyes'ті көрсетемін. Қазір екі көзіме екі түрлі техникамен қалай бояу керек екенін көрсетейін. Тень жақпастан бұрын ең бірінші база под тени деген естіген шығарсыздар. Енді міндетті түрде оны жағу керек емес, оның орнына тональный крем жақсы болады, кез келген өзіңіздің. Консилер жақсы болады, ақ түсті. Содан кейін қоңыр түсті консилер жақсы болады. Және де жидкий тени болады. Nuxe фирмасында бар. Өте удобный. Осыны жағып көрсетейін көзіме. Бір көзімен, мысалы, тоналкамен көрсетейін. Өйткені қазір көп пока қыздарда керекті косметикалар болмай жатыр, сол себептен қиналмас үшін, бояну үшін солай көрсетейін. Бір көзіме теньмен бояймын, екінші көзімен мынау коррекцияны жасап жүрген косметикамен және қас боятын косметикамен көрсетейін. Кеттік. Кішкене тоналканы саусағымен болсын, теньмен, кисточкамен болсын алам. Даже боянып жатқан кезде бірден бояп кетсе болады. Қатты қалың қылып жақпаңыздар. Орташа қалыңдықта кірпік өсетін жердің бәріне. Өйткені бұлған қазір теньді бастырып бояймыз. Теньді ұстап тұрады. Және де тоналка жаққан кезде көзіңізді ашпаңыз. Көзіңізді ашып, қайтадан жұмсаңыз, мына жақта складка пайда болып қалады. Оның үстіне тень жақсаңыз, теніңіздің бәрі біркелкі болмай жатады. Скатываться кетеді. Көбінесе солай болатын шығар. Онымен кез келген қыз өмірінде бір рет болса да орынады деп ойлаймын ондай жағдайда. Көзіңізді ашып қойған кезде, есі сәтте осылай қолыңызбен басып жіберсеңіз болады. Мінекей сонда. Кисточка для растушевки деген болады. Мына Beauty Prof деген фирманың кисточкасы номері өш хатты. Арнайы көзге арналған несі болған. Тенер кисточкалар жинаған, содан алған. Комментарийда страницаларын беріліп кетемін инстаграмда. Содан қарап заказ беріп алсаңыздар болады. Мынау менің корректорым. Бетке жаққан, мұрынның қарашағын. Сонымен бояймын. Бастамасын кисточканы алам, толықтай дөңгелетіп, сыртқы жағынан ішіне қарай айналдыра бояймын. Ешқандай баспаймын. Айналдыра бояйсыз. Кисточканың движениесі осылай болу керек. Түбі жағын бояйсыздар. Тень бітіп қалса, тағы да аласыздар. Макияжда қатып қалған қағида жоқ. Румянаны тек қана румяна қылып, қас боятын теньді қас бояуға, корректорды тек қана коррекцияға жағу керек деген. Егерде теньнің түсі көзге бояуға әдемі болып жарап тұрса, онда бояй берсе болады. Сосын мына жерде сүйек бар. Негізі бұл сүйектен темный тень асып бағу керек. Асты да кішкене ғана асыл. Одан қатты асып кетсеңіздер, ол енді дұрыс емес болады. Ал светлый теньдер де аса берсе болады. Онда кетпейді. Мінекей. Көзіңізді ашып, мына жерде складкаңыз бар. Сол бойынша жүргізесіз. Сол кезде көзіңіз более выразительный болады. Екі көздің айырмашылығы бар ма? Бұл легкий смоки. Ең оңай макияждардың бірі. Асыққан кезде тез-тез бояп, ары қарай жұмысыңызға шығып кетсеңіз болады. Көзді үлкейту үшін мына жоғарғы қабақтың кірпік өсетін жерін байыстап тұрасыз да, қара немесе қоңыр қарындашпен бояйсыз. Тек қана кірпік өсетін жерін ішкі жағын боясаңыздар, астыңғы жағына бастырылып қалады. Ой, кірпіктерім түсіп жатыр. Одан кейін көзі кішкентай қыздар көздің ішкі жағын, астыңғы жағын ақ карандашпен
бояуға болады. Астың жағына карандаш немесе бежевый болады, слоновая кость деген болады тоже. Өсетін жерді ғана бояйсыз. Қазір өздеріңіздер айырмашылығын байқайсыздар. Екі көзім жағып кетсе, қаческінің сөз бажырсың деп. Орнына мен қас бояған тенімді қолданам. Уже басқа кисточка. Бұл Makeup Studio'ның кисточкасы. Бұлар қазір сатылымда бар ма жоқ па білмеймін. Бірақ та осындай көлемді кішкентай кисточка керек болады. Мен сіздерге Beauty Prof'ты белгілеп кетемін. Оларда жақсы набор кисточек бар. Как раз барлығына жететін, соны алсаңыздар болады. Шет жағынан бастап, кішкене ғана басында ішке қарай бояйсыз, одан кейін ішінен сыртына қарай. Бүкіл көздің линиясымен жүргізіп шығасыздар. Мінекей. Одан кейін осы тенді жоғары қарай созасыздар. Кисточкада бары тенмен. Бұл макияж көздері кішкентай қыздарға да, көздері үлкен қыздарға да әртүрлі көздің формасына келеді. Тағы да кішкене алып. Екінші жағын кисточканы мынандай қылып түспеу үшін бетіңізге тен. Мынау тен алған жақ, тен алмаған жақта сухая салфеткаға сүртсеңіздер мындай тен қалдығы шығады. Сол кезде бетіңізге түспейді. Тағы да кішкене бояйын. Одан кейін жоғары қарай созасыз. Тағы да темный коричневый алып, мынау біткен жері ғой, естеріңізде ме? Тоналканың біткен жерден кішкене төмен қарай түсіп жалғастырады. Мына жерде тура солай жоғары қарай созамын. Тағы да кішкене көтерейін. Тағы да әлі сол бір теңмен бояп жатырмын. Араластыратын болсам, басқа теңмен бояйтын болсам айтам. Міне, сүйекке жеттім. Кішкене ғана асырам сүйектен. Кішкене. Енді мынандай граница болып қалмас үшін растушевка жасаймын. Растушевканы жаңағы коррекция жасаған косметикамен шет жағын ғана растушевка жасайсыздар. Шетін ғана, ішіне кіркетпеңіз, ішіне кіркетсеңіздер, теңді алып тастайсыздар. Одан кейін ақшылдау болып қалады. Тек қана шетін. Егер резкий переход болып тұрса, онда былай істейсіздер. Мына кисточканы қайтадан алып, жаңағы теңді бояған кішкене темный теңді алып, екеуін араластырасыздар. Соны мынау границасын жағасыздар. Сол кезде плавный переход. Ал егерде бәрі идеально болып тұрса, онда бағанағы басындағындай қалдырсаңыз болады. Тен бояған кисточкамды алам, тазалап алам. Коррекцияны түсінен кішкене алып, астыңғы жағын толықтай бояп шығам. Егер де көзіңіздің ұшы қатты былай түсіп кеткен болса, енді әркімде әртүрлі болады. Менікі кішкене көтеріңкі. Сол үшін мен мына жерге қараның кішкене көбірек қосам. Кейбір адамдарда кішкене былай тұрады. Ол кезде қатты темныйды қоспаңыздар, төмен қарай одан ары созылып кетеді. Светлый жағын қатты жақпайсыздар. Темный тени алам. Екінші жағын салфеткаға сөртіп отырамын. Және де үш жағынан бастап басып қойайын. Кисточканы тазалап жіберемін да. Шет жағын осы кисточкамен растушевка жасап жіберемін. Қалған теңді алдына қарай созамын. Бірде бояныңыз деп жүріңіздер, үйреніңіздер. Тем более қазір карантинде үйде отырғанда үйреніп алыңыздар. Одан кейін кішкене блеск қосқыңыз келсе, мен қазір тек қана қас бояған, коррекция жасаған косметикамен қолданып жатырмын. Хайлайтер бар ғой, жылтыр.
саусақтарыңыздың басшаны жағаластырып, көздің алдыңғы жағына қосса болады. Былай. Кішкене жылтырып тұрады. Сәл алдына қосыңыздар да болады. Подводканы келесі роликтерде көрсетейін. Бірінші осылай теңмен жұмыс істеп үйреніп алыңыздар.